38 жастағы әйел екі ұлымен бірге қаза болған. Түркістан облысындағы жан түршігерлік оқиға туралы тың дерек шықты. Түркістан облысындағы Шұбарсу ауылында орналасқан жалдамалы үйлердің бірінен әйел адам мен оның 5 және 7 жастағы ұлдарының мәйіті табылды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Қайғылы жағдайға иіс тиіп улану себеп болған. 38 жастағы марқұм жергілікті балабақшада тәрбиеші болып еңбек еткен. Ол жолдасымен ажырасқаннан кейін 3 баласымен бірге тұрып келген. Көршілерінің айтуынша, келіншек үйдің мұржасын тазалатуды жоспарлап жүргенімен, оны жүзеге асырып үлгермеген көрінеді. Оқыс жағдай әйел жұмысқа шықпаған соң, оны іздеп келген әріптестері үйге кіргенде белгілі болды. Ішінен құлыпталған есікті бұзып кірген олар ес-түссіз жатқан отбасы мүшелерін көрген. 2 бала мен анасы сол жерде жан тәсілім етсе, 13 жастағы ұлы аман қалды. Жасөспірім шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Қадірлі көрермендер, бұл хабарды оқығанда жүрек сыздамай қоймайды екен. Бір ананың баласынан айырылып, өзі де өмірден өтуі кез келген адамға ауыр соққы шығар. Бұндай қайғылы жағдайдың тұрмыстық себептен, яғни иіс тиіп уланудан болғаны тіпті жанды ауыртады. Күнделікті өмірде аса мән бермей жүре беретін қауіптердің соңы осындай орны толмас қасіретке әкеліп соққаны өкінішті. Балабақшада тәрбиеші болып, өзге балаларға мейірім сыйлап жүрген ананың өз шаңырағында осындай жағдайға тап болуы ойландырады. Бұл оқиға бізге қауіпсіздік мәселесіне салғырт қарауға болмайтынын тағы бір мәрте еске салды. Әсіресе жалдамалы үйлерде тұратын отбасылар үшін пеш, мұржа, газ жүйесі үнемі бақылауда болуы тиіс. Марқұмның үлкен ұлының аман қалғаны жұбаныш қана. Бірақ ол баланың көрген қасіреті оңай ұмытылмайды. Енді ең бастысы бұл қайғыдан сабақ алып, осындай жағдайлардың алдын алу жолдарын күшейту. Қарапайым сақтық талай жанның өмірін сақтап қалуы мүмкін.